Сәті болғанда жерге жарық түспей, елдің арты үзіліп болды. Қарауылшылар да аттанып көш соңынан кетті. Күнде көштің баранынан қалмай маңырап шулап, айдатпай шұбырып отыратын қой топалаң бүгін көштің желі аяңына ілесе алмай еріліп, баяулап қалғаны. Таң ата машинаның ізіне жеткені сол еді, екі жақтан шаңды аспанға шығарып, көп машина ентелеп жетті. Кейбіреу қойдың алдын тосты. Тұмысында машина көрмеген қойлар қойшыларды басып жаншып, артқа дүркіреді. Көлік үстінде келе жатқан бір қанша қойшы қойды тастап, елдің артынан безіп берді. Таңғы суықта көліктерін жетелеп, аяқтарын жылтып келе жатқандардың көліктері үркіп жұлып кетті. Таз өшін тырнап алады дегендей қалың көштің дүбірін естіп отырса да, қазақтар бізді қоршауға алған екен. Қай уақытта жанымызды жаһанамға аттандырар екен деп таң атқанша машиналарының отын өшіріп, мылтықтарын серт ұстап, үсініп жығылып таң атырған әскерлер небәрі 5 қора ғана қой айдаған 10 шақты малшыға сұқтана ұмтылды. Қойшылардың құралсыз екенін көрген жендеттер бір тал оқ шығармастан мидай тақыр жазықта Асқабыл, Байғабыл қатарлы 10 малшыны машинамен қуып жүріп, жан түршігерлікпен соғып, жаншып өлтірді. Мұны қашып шыққан малшылар алыстан көріп, көз жастарымен беттерін жуып, қос қолдарымен көкіректерін басты. Қалың елге қарсылық қыла алмай ашынған Гоминдің әскері малшылардың көлігін қамалап ұстап, 10 шақты әскерді мал айдауға тастады да, басқалары машинамен батысқа тартты. Көш соңында қалып, жау жағдайын байқап отырған Жәнәт Жәдік Шывар ақын деген адам жақша, ақындықпен аты шыққан адам дейді. Шын аты бұлай болмаса керек. Шывар ақын деген адам әскердің машинасы ұзап кеткен соң қасына бір жолдас ертіп, доңғылдарды тасалап барып, қой айдаған әскерлерді атқылап, 2 қора қойды айырып алып, шайттердің бетін құммен жасырып, ел соңынан келіп, Шывар ақын батыр деген атқа ие болған. Құмылдан әсілі Шыңғысайдың бұйрығымен 20-ға жуық машиналы әскер шыққан еді. Мұның бір қаншасы Әншейден Құмылға дейінгі тас жолды күзетуге қалдырылды да, басқасы Дөңбастауға келіп аялдады. Елдің шығыс Мажың тауы мен Гәнсуге өтетін бейнесінен хабар тапқаннан кейін Дөңбастаудан шығысқа жорық тартып, Қызылтас пен Күңшөшөн аралығындағы жазықтан тоспақшы болған еді. Бұлар іс жүзінде өздерінің амандығы үшін машиналарын аман сақтауды басты мақсат етті. Жолсыз адырларға, бұйраттарға кіруге батына алмады. Түнгі көштің аққан селдей дүбірін естісе де, қазақтар бәлкім бізді көріп қалып, қоршауға алып жатыр деп межелеп, онан ары бұға берген еді. Енді ел өтіп кетті. Азықтық мал да түсіп қалды. Дөңбастауда аз күн аялдап, аман есен қайтатын болғандықтарына қуанды. Осы рет ауған қалың ел алғашқы жоспарларында 4 жерге жиналып, 4 бөлек болып жолға шықпақшы еді. Бірақ алдыңғы Әйенбет Нұрғали бастаған 500-дей түтіннен басқа ел ат көлігі құралып жүре жолдары анықталған соң, Шорғыстың басы ілгері деп алды-артына қарамай лом торайды бетке алып тартып кетті. Тау ішіндегі кейбір ауылдарға хабар жай тиді. Қиыр қонып чет жайлап жүретін кейбір шағын ауылдарға хабар тимейді қалды. Сол ауылдардың бірі Жәнәт Жәдік Іркітбайдың ауылы еді. Бұл ауыл 20 қанша түтін болып, Ашқара тауының батыс теріскейлерін қыстап отырған. Елдің үріккеннен шұғыл хабар тапқан соң ат көліктерін жинап жолға шыққанда басқа ел 3-4 көш жолға алыстап кеткен еді. Бұлар алдыңғы көш жолына шолғыншы салып, алыстан алды арттарын қарауылдап, түнде жүріп күндіз бекініп, лом торай ойпатына таяғанда шолғыншылар дүріммен ломның ахуалынан күдіктеніп түнделетіп барлаушы жіберді. Ауыл ақсақалары елдің аман жаман кім білсін, ломдарың таза емес. Мұна жолдағы әскер тағаның іздерін көрмейсіңдер ме? Енді жолды тастап, тасамен тартыңдар деп безереп болды. Қайта келген барлаушылар да істің осылай екенін дәлелдеді. Сонымен бұл көш ломның тау жақ мойнынан кесіп өтіп, аман есен Іңгіз тауына тартты. Жол жөнекей қарлы адырларда тозып жүрген әр түрлік мал, жүгір шашылып өліп жатқан түйе, ер тоқым сүйретіп, бұраудай бұралып жүрген ат, 4 аяқта тұрған сиыр дейсің бе, бәрі де көріп келеді. Беті жасырылмай тасада қалған мәйттің де бетін жасырды. Шағын елде зәре жоқ.
Шыбынжандарын қолдарына ұстап келе жатқанын іштей сезіп, өңештерінен дән жүрмейді. Бір тәуірі бұл елді қуғындап, бомбылаған Айылпыран болмады. Шағын көш Іңгіз тауына таяғанда алдарынан шолғыншылар Моңғолдың қарауылындағы қалың түйелі әскерімен айқасып қалып, атыса қашты. Хабар тиісімен көш жалт беріп оңтүстік бағыттағы Қызылтасты бетке алып жоса жөнелді. Шолғыншы жігіттер аттарының тездігіне сүйеніп, шегіне шауып келіп, төбелерден атыс алып, Моңғол әскерлерін алыстан атқылап, түйелерін қырмандай қырып жіберді. Моңғол әскерлері сонда да шабуылын тоқтатпады. Өлермендеріне ұмтылып көшке таяй берді. Алла ажал бұйырмайын дегенде көштің алдын шығыстан батысқа созылып жатқан биіктеу Қызылқыраттың кетігінен асып тасаға түсті. Айдаудағы мал қорасымен жау жақта қалды. Тосқауылдаған азаматтар да қыраттан келіп атыс алып, орныға отырып, Моңғол әскерлерінің алдына келе жатқан 10 шақтысын қырмандай қырып түсіріп жіберді. Қанша айтқанмен ет жүректі пенде емес пе? Моңғолдар өгдеп енді қыратқа тырмыспады. Небәрі 5 қана мылтығы бар осы шағын көш міне осылай 200-дің үстіндегі Моңғол жасақтарынан адам аман құтылды. Бір ғана азамат жеңіл жаралы болды. Әсілі алдыңғы Әйемет Нұрғали елі соққылаған Моңғол қарауылынан 2 тіл құтылып еліне хабар беріп, Моңғолдың қарулы күштерінің орыстың Сармойнақ Бесатар табақты оқшашарымен қаруланған 200 түйелі әскердің Іңгіз қарауылына жеткені де осы еді. Босқын қазақтың аз жасағының соққысына ұшырап, қан сасып қақта қала берді. Іркітбай ауылы ертеңінде қой айдап келе жатқан 10 шақты әскерге жолығып, ұсақ бұйратта недәуір атыс болды. Іркітбайлар бірнеше әскерді жер құштырып, бір қора қойды тартып алған соң, тіпті қосынның қуғындауынан алаңдап, Мажың тауын бетке алып жолына түсті. Бұлар ара қонып, Қара Мажың тауының күнгейіндегі бұйраттарда ерулеп отырған алдыңғы елдің шетіне елінді. Айға жуықтан бері адамы белін, түйесі қомын шешпеген ел, бобыра суын бастауын ортақ етіп, Қара адыр мен Бұталы жазыққа ауыл болып қонды. Десе де бұрынғыдай іргелері алыстап кеткен жоқ. Өйткені көштің түйе мініс аттан басқа сыймай бара жатқан малы жоқ еді. Қарда қызыл асықтанған еді. Үй мүлкі аман шыққандар шаңырақты үйлерін тікті. Елдің көп сандысы басын буып, керегесіздер қосын тікті. Кейбір ағайындар 2-3 түтіннің адамы бір қосты пана тұтып қалғандары да бар. Хақ тұрмаса да түтін басы қазансыз болмайтын қазағымның талай үйлері қазансыз қалыпты. Шайнек бақырмен кезектесіп ыстық ішіп келе жатқандары да аз емес. Мұның бәрі де бұдан бұрынғы жай күндері елдің қабырғасына анша бата қоймаған еді. Жән бойда болса, Кулидің базарына да жетеміз десетін. Ал бүгін Алланың жыл 12 айда бір келетін құрбан айты. Сонау қалған атамекеннен Алланың адал мүриті боламыз деп келе жатқанда, аспаннан жай түсіп, жер беті кез айырылып кетсе де құрбан шалмасқа бола ма? Таңертең ердер дәретін алып, 5 орынға бөлініп оқылатын айт намазының ауылға жақынына жүріп кетті. Үйде қалған әйелдерге бұрынғы айт күндерінде жайылатын дастархан, қалампыр бұрыштап қайнататын аққұйрық чай, әлем-жәлем киініп, атпен сартылдатып айтшылайтын ел бәрі де естеріне түсіп күйзеліп кетті. Атамекеннің қарлы қоңыр адыры, күнде жиын, күнде той сол күндердің қасиеті-ай. Әр түтіннен әйелдің сыңсып жылаған мұңлы үндері төбеден шыққан түтінмен бірге шұбатылып, көк зеңгір аспанға көтеріліп жатты. Мажыңның қара жаңқа тастарынан қаланған мешітке қоршанға байпақшан кіріп, сапқа тұрған намазшылар намаз өтіп, құтпа оқылып болғанша табандарынан ызғар өтіп қалтырап кетті. Имамдар басқа шариғатты қысқа сөйлесе де, жаудан өлгендердің о дүниеде сұрақсыз ұжымақтың төріне шығатынын шейт еген бұған көп қайғырып, Алланың бұйрығына шек келтіруге болмайтын көп дәріптеп, шәйттердің туыс-туғандарын рухани жақтан демеп көңілдерін жұбатты. Ислам дінінің мұндай қағидалар расында көздің жасын тоқтатып, қалғандардың амандығын тілеудің бірден-бір тиянағы еді. Түске таяп айт çalынды. Шварақым мен Іркітбай айдап келген 3 қора қойды 1500 тұяқ мөлшерінде. 3 қора қойды кеше кеште
Кеше кеште ақ сепкен судай пытыратып әкеткен. Кейбіреулері бірлесіп ірі қараш алды. Кейбірі амалсыз қалғандар жақындағы мұңғылдардан ат көлікке ұсақ мал айырбастап алып çalды. Әйтеу қарап қалған ешкім жоқ. Айтпақшы, айдан бері алас тұрған жорықта қол аяғы үсіген, шалдыққан үлкен кіші балашаға аз емес еді. Құрбанға шалған малдың қарынына аяқ қолдарын салып, бәлгерлік істеп жатқандары да аз болмады. Ыңырсып жылап отырған балалардың көзінің жасы мұрынның боғы қызыл қырман жаушылық пен қызыл чұнақ аязды еске түсірді. Елдігі тапшылық ыдыс аяқта қалды. Қазан тоғасы барлар айттың етін буын бұрқыратып қазанға асты. Кейбіреулер темір тастарға асты. Енді біреулер бақырға еселеп, қуырдақ қуырып, тіпті ештемесі жоқтар айттың етін асып қана жейді деген қағида жоқ шығар деп. Дүзгенмен қара балақтың томарын қыздырып қойып қақтап жатты. Тірі адам бір күнде болса тіршілігін көреді деген осы. Екі-ақ күннің алдында артта қуғыншы әскер, аспанда бомбалаған аэроплан, қанға малшынған шайт, кебежеде тірі қалған бала. Көз шөнекей босанып баласын қойнына тыққан ана, атадан айырылған ұл қыз, қақта қора-қорасымен қалған мал, күңіреніп жоқтап айтқан пенделер, бәрі де жалғыз күнде көңілден көтеріліп, Алланың айты адамдарды алдағы күндердің қамын ойлауға жетелегендей болды. Бұл жуық ғасырлардан бері қазақ елінің 10 мыңның үстіндегі мұсылман пендесінің беттерін көз жастарымен жуып тұрып, құлан жортпас құба қақтап өткізген құрбан айты есептелді. Алды артына қарауыл қойып, сақтығын күшейткен бұл ел айт өткізіп, ес ақылдарын жиып, мажыңда бір жұма аялдап қалды. Ертең қозғаламыз деп отырған күні Бейсенде қалған елден Моңғол шекарасы жақтағы Ойтауларға салбурын құрып кеткен Байқон, Тасбике, Кәпбай, Қанатбайлар көктен түскендей жетіп келді. Бірге кеткен ағалары Қалимақұл жоқ. Байқон ауылдары мен электриктер тағы шулап чұрқырады. Ертесі жоспар бойынша басқа керей оңтүстікті бетке алып көшіп кетті. Тасбике ауылдары тағы ерулеп қалды. Қанабылдың айтуынша Бейсеннің ағарындағы Қалимақұл қорасынан жақша, қазірде солай аталады. Бейсеннің ағарындағы Қалимақұл қорасынан шығып, салып ұрып Қаптықтауына барып, ең жерде 20 шақты күн бүркіт салып 20 қанша түлкі алдық. Ішінде бір қара түлкі бар. Ертең елге қайтамыз деп отырған күні түнде ат көлігімізді біреу алып кетіпті. Амалсыз қостың қасында қалған жалғыз атанға қоржын қос қолағымызды артып, үлкен кісіні үстіне шығарып, жақша, Қалимақұлды айтады. Үлкен кісіні үстіне шығарып, бір жұмада жұртқа келсек ел көшіп кетіпті. Жұрттан біз қалың елмен бірге кеттік. Бізді сол елден табыңдар деген бір жапырақ қағаз тауып алып, қайтерімізді білмей тұрғанда сарбас Кәбен Мырзакерім қатарлы бір топ адам келіп бізді ұстап алды. Олар ел үркіп кетті. Үкіметтің тапсыруы бойынша сендерді үкіметке тапсырамыз деді. Содан Қалимақұл, Кәбен бала, бізді ұстап берсең қолға кеткен екі ағаңнан артық емеспіз. Бізді тапсырып жақсы аттанғанша мұсылман пендесі қазақ қандасымыз ғой. Мына 20 түлкіні байланып бізді жолымызға сал. О дүниеде Алладан бір сәуабы қайтар деді. Олар ақылдасып, онда жол жөнекей, ешкімге жолықпай, ешкімнің ат көлігін буламай жолдарыңа түсіңдер. Алла жалда қолға түсіңдер, сендер бізді, біз сендерді көргеніміз жоқ. Сөз осы болсын деді. Көлік сұрап едік, бермеді. Содан күндіз түні жүріп, елдің ізімен бір жұмада Іңгіз тауына келіп, қосты тігіп шай қайнатып отырғанда, қалқаның 3 әскері салаң етіп кіріп келді. Шаршап келіп қапыда қалдық. Олар шайды төгіп, бізді қарауылға қарай айдады. Өңдері өте суық. Айдауда келе жатып Қалимақұл, әй азаматтар, қарауылға барсақ орай жоқ. Мыналар бізді оңдыртпайды. Бірден басып қалайық деді. Үшеуін ұстай алғанда, Кәпбай ұстаған әскер сыртық шапанын шеше қашып, бір-екі атып оқ тимей құтылып кетті. Бық етпейтін 3 қызыл атан, 3 ұзын 5 атар, 3 қоржынбас оқ түсіріп, түйеге міне салып, қайта қаштық. Артымыздан 200-дей түйелі әскер қуа шықты. Бізде жәндәрменмен бір төбеге кеп іліндік. Үлкен кісі 3-5 атармен кезек атып әскерді жолатпады. Жазықты әскермен түйенің жемтігі жусап қалды. Ажал тошайын дегенде амал бар ма? Үлкен кісі, Кәпбай, сен ана түйеден 10 шақты түйе алып кел. Жолдағы малдың жемтігіне қарағанда елдің көлігінің көбі қырылып қалған секілді. Қайда барсақ та көлік көптік қылмайды.
Қанабыл сен анау төбеден оқ шығарып отыр деді. Кәппай бұғып барып оншақты атанды дізіп жетелеп келіп, жүріңіз, қас қарайды, енді кетейік десе үлкен кісі қозғалмады. Қараса шайт болып кеткен екен. Мені шақырды. Екеуміз жылап сықтап жүріп, ай қараңғысында мәйітті түйеге артып жолға шықтық. Бірақ жас мәйітті қомсыз түйеге қалай арсақ та ауып түсіп жүрмеді. Енді айналып жүріп, тіріміз қолды боламыз деп шошып, мәйітті бір болымсыз қабақтың астына қойып, қаптал шапанның бетіне айқара жауып кеттік. Сол кеткеннен кеткеніміз осы деп Қанабыл кеңесін доғарды. Мұны естіп Жәнәбіл: шалдың сүйегін көрмей сендерге сенбеймін. Екеуің шалды жауға тастап қашып келдіңдер. Егер айтқандарыңдай болмаса, жандарыңнан үміт қылмаңдар, деп 20 шақты адам ертіп, артта қалған Іңгіз тауын бетке алып жолға шықты. Араға бір қонып түнделетіп мәйітті тапса, мәйіт аман есен жатыпты. Моңғолдар тек қаптал шапанының түйенің көзіндей күміс түймесін ғана қиып алып, күнделік келіп бақылап тұрған іздері бар екен. Сәті болып, олар да қапыда қалды. Бұлар қайта келе жатып, Жәдік Қанатбай ауылының адырда тозып жүрген мыңға жуық қызыл қойын айдап келіп, Қалимақұлдың сүйегін Бобыра бастауының оңтүстік дөңіне қойды. 2 күннен кейін бұл ел де оңтүстік бетке алып қозғалды. Көксеңгір аспанда ақша бұлттар қалықтайды. Өпеткен жел жоқ. Мүлгіген құба қақ. Мажың тауынан көшкен ел шығыс оңтүстікті бетке алып, Моңғол жол бастаушының соңынан қара нопыр болып Қарақақтың бетін жауып келеді. Ат түйенің желі аяңдаған аяғынан көтерілген шаң тозан қолқаны қауып, көшпен бірге жарысып келе жатқандай аспанға баяу көтеріледі. Көш алдында келе жатқан Құсайын, Сабырбай, Сұлтаншәріп, Салақиттан, Әбілқайыр, Қарақас зиядан қатарлы елбасылар алдыңғы Әйембет Нұрғалидың елінен келген хабаршылармен кеңесіп, осы қалың елдің бұдан былайғы қоныс жайы, өндіріс тұрмысы жөнінде әркім өз ойларын айтысып, жақсы болжамдар жасап келе жатты. Бірақ ешкімде діні ислам Мафуқан әулеттерінен көргілікті көреміз деп ойламады. Хабаршылардың Сужудан ұзын сақал дүнген келіп, жән саны, мал санын, оқ мылтықты бірден қаттап тізімдеді дегені үкіметтің халықты қызметі. Қайда барсаң да үкіметтің басқаруында боласың деп қарады. Осы санақтың соңындағы сиқырлықты сезу мүмкін емес еді. Бұл көштің сұр өзеніне төте тартпай, Жұмын құржасына сүйіріліп қақтағы жолды ұзартуында өзіндік сыр бар еді. Елбасылардың ақылы: Жұмынға таяқ қонсақ, ауыл қыстаққа базарға жақын. Ел азық-түлік ыдыс-аяқ айырбастап алуына қолайлы. Енді бір жағынан, Қойырқын төңірегіндегі елге жақын, тағы қылтансыз қақта жүрісті мандытамыз. Алдыңғы елден алыстау қонсақ, ат көліктің жайлесі де кең болады деп түйген. Бұл ел араға 2 қонып, көздеген Жұмын құржасының қиыс батысынан сұр өзенінің жағасына келіп түсті. Баркөл жерінен үрке ауған осы қалың ел қақты қанға бояп, талай туыстарынан айырылып, мал мүлкін жауға тастап, азып тозып, аш-арық Гансудың әнши Жұмын өңірлеріне жеткенше мөлшермен 1100 километр жол жүрді. Хасанту, Іңгіз, Жұмын қыстың қысқа күнінде 3 күніне 30 километр жол басады десеңіз, 36 күн көшуге тура келеді. Амал бар ма? Бұл бір жай, бейбіт күндердегі қазақтың сән салтанаты жарасқан сәлебатты көш емес еді. Қаңтардың қақаған аязы, арттан қуған, алдыдан тосқан жау, аспанда атқылаған айырпылан. Шіркін сол елдің адамы мен көлігінің шыбын жандары қалай шыдап, қиыр алысқа жетті екен. Сіз түйелі көшпен емес, заманауи машинамен жүріп, осы жолды көрген болсаңыз, тәубаңызды үйірмей қалмассыз. Бұл жолғы шығында аз болмады. Түсінік. Туван әкімшілік мекемесі Ауяз театрының 3 альпраның бомбылауында және машиналы атты әскерлердің өкшелей соққы беруінде бір бөлім шал кемпір балашаға қолға түсті. 44 адам өлді және жараланды. Малдан 300-ден аса жылқы, 130 түйе, 20 неше сиыр, 8 мыңнан артық қой өлді. Қу дала адамдардың өлігімен малдың жемтігіне толды. Шығысқа үріккен осы топтағы қазақтар 1939 жылдың басында Гансудың Шишуан деген жеріне барды. Бұдан басқа 150-ден артық адам Чыңгыстай армиясына тұтқын болды. Ал малдан шыққан шығын тіпті де ауыр болды. 140 мың тұяқ қой, жақша, көшкенде 20 мың
тұяқ. 10 мыңнан артық жылқы, көшкенде мөлшермен 20 мыңнан артық еді. Қыруар түйе, көшкенде 30 мыңнан артық еді. Және 10 мыңнан артық сиыр Чыңғысай армиясының Бұлақ талауына түсті. Бұл малдарды Чыңғысай армиясы Баркөл аудандық жерлік өнімдер серіктігіне өткізді. 1939 жылы аудандық жерлік өнімдер серіктігі сол малды Чинжаң өлкелік қазына меңгермесі қорған үкімет мал фермасына адақтап өткізіп берді. Бұдан тыс бір бөлім малды Үңгіс шекарасындағы моңғол қарауылдары жиектеріп айдап кетті. Осы 4 топта Чинжаңнан Гансуға әсілі қанша түтін, қанша жан саны өтті. Тарихи жазба деректерде фарқ өте күшті. Сондықтан бір қанша жазба деректі салыстырып көруімізге болады. Біріншісі, 1996 жылы Баркөл қазақ автономиялы аудандық саяси мәслихат кеңесі құрастырған Баркөл тарихи атты материалы. 1934 жылы сәуірден 1938 жылы желтоқсанға дейін шығысқа ауған Баркөл қазағының санақ кестесі. Адам саны, түтін саны, ру, ел, ру басы, көшкен уақыты. 1934 жылы 2 ай Адубай зәңгі, руы Тасбике, 113 түтін, 565 адам. 1935 жылы 8 ай Елсінқан Үкірдай, Атшыбай Тұңғышбай, ру басы, руы Тасбике Жәдік Естеулет, түтін саны 178, 890 адам. 1936 жылы Зәйіп Үкірдай, Базарқұл, түтін саны 232, адам саны 1165. Құсайын Тайжы, Қасым, Нұрғали Зүнгуан, рулары Қасым Меркіт, Құсайын Найман, Нұрғали Шақабай, адам саны, түтін саны 178, адам саны 2040. Сабырбай Залың 1938 жылы. Руы Жәдік, Уақ, Молқы, Ител, Сарбас, Тасбике, Қарақас, Тасбике, Шақабай, Сарбас, Жәнтекей. Жалпы саны 3 мыңға жататын екен. 3 мыңға адам дейді.